Бай әке, кедей әке. Аудио кітап. 6-шы тарау. 5-ші сабақ. Байлар ақшаны оймен табады. Құрметті тыңдарман, егер де сіз алғашқы тарауларды әлі тыңдамаған болсаңыз, описание немесе комментарий бөлімінен алғашқы тараулардың сілтемесіне өте аласыз, немесе плейлист бөліміне өтіңіз. Каналдың дамуы үшін каналға жазылып, және де біздің жаңа аудио кітаптарымыз сізге көрініп тұру үшін қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыз. Өткен кеште осы кітапты жазудан үзіліс жасап, теледидардан Александр Грэйм Белл атты телефон аппаратын ойлап табушы жас адамның тарихы туралы беріліп жатқан хабарды қарадым. Ол өз жаңалығын, яғни телефон аппаратын патенттеген соң, телефонға деген сұраныстың көптігі соншалықты барлығын қамтамасыз ете алмайды. Оған үлкен компания қажет болады. Сондықтан Белл сол уақыттағы Western Union атты алып корпорациясына патентті және сонымен қоса өзінің кішігірім компаниясын сатып алуды ұсынады. Барлығына сұраған бағасы $100,000 ғана еді. Компания президенті оны мазақ қылып, бағасы өте күлкілі деп ұсынысты қабылдамай тастайды. Оның осыдан кейінгі тарихы бізге мәлім. Белл мультимиллиардтық өндіріс ашып, өз компаниясын құрды. Кешкі жаңалықтарда корреспондент жергілікті компаниядағы кезекті қысқартушылық науқаны туралы айтып жатыр екен. Жұмыскерлер өте назалы түрде компания иелері әділетсіздік жасауда деп өз қарсылықтарын көрсетуде еді. Жұмыс орны қысқартылған 45 жастағы менеджер зауытқа әйелін 2 баласын ерте келіп, күзетшілерден компания иесімен кездесіп, ол өзінің шешімін өзгертпес пе екен деген оймен сөйлесуге жіберулерін жалбарынып сұрап тұрды. Ол жақында үй сатып алған екен, енді соны жоғалтып алам ба деп қорқады. Камера оның жалбарынышты түрін кең көлемде көрсетті. Әрине, мұндай репортаж менің назарымды бірден аударды. Мен 1984 жылдан бері кәсіби ұстаздықпен айналысамын. Бұл теңдессіз бірегей тәжірибе. Дегенмен бұл кәсіби мамандық бір жағынан айтарлықтай күрделі. Себебі менің қолымнан мыңдаған адамдар өтеді. Сонда байқағаным, оларда және өзімде де жалпыға тән бір қасиет бар. Ол барлық адамдарда алып потенциал және таңғажайып дарын бар екендігі. Бірақ барлығымызды өз күшімізге сенбеушілік жібермейді. Істің мәні механикалық ақпаратта емес, нақтылы өз күшімізге сенбеушілікте. Кейбір адамдарда басқалармен салыстырғанда мұндай сезім анағұрлым артық сезіледі. Мектепті аяқтаған соң, біздің көпшілігіміз өмірдегі басты мәселе ол тек қана жақсы бағалар емес екендігін жақсы түсінеміз. Біздің әрқайсымыздың ішімізде батыл да және күшті қайсарлық бар. Сонымен қатар, бұның керісінше жағдайы, яғни керек болса мүләйімсіп тізе бөгушілік, соқылдақтық тағы бар. Өз мінезімнің осындай екі жағын да Вьетнамда әскери ұшқыш болған кезімде толық аңғардым. Бұлардың бір-біреулерінен артықшылығы жоқ. Дегенмен де ұстаз ретінде менің аңғарғаным, адам баласының даналығы жолындағы басты кедергі, ол басы артық үрейлік пен өзіне сенбеушілік. Мені кейбір шәкірттерімнің сабақты біле тұра, соған жауап беруден қорқушылықтары өте қапаландыратын еді. Ақиқатты өмірде жетістікке ақылдылар емес, батырлар жетеді. Өзімнің жеке тәжірибемде байқағаным, қаржылық дарындық, білім мен тапқырлықтан ғана емес, сонымен қатар батырлықтан да туады. Сабақ барысында мен шәкірттерімді істе батыл болуға, тәуекелділікке үйренуге шақырып, бойларындағы қорқыныш, өздеріне сенбеушілік сезімін жеңіп, оны тапқырлық пен біліктілікке бағыттауға үгіттеймін. Біреулері мұны оңай игерсе, екіншілерінің зәре-құттары қалмайтын. Менің көргенім, жұрттың көпшілігі іс ақшаға тірелгенде тәуекелділікке баспауды қолдайды. Маған тәуекелдің не керегі бар? Мен неге өз уақытымды қаржылық білім алуға жұмсауым керек? Мен қаржы жөнінде неге сауатты болуым керек? Деген сұрақтарды жиі қоятын. Оларға менің беретін жауабым таңдауды қалап алу деймін. Біздерді үлкен өзгерістер күтуде. Мен бұл тарауды жас өнертапқыш Александр Грэйм Беллдің тарихынан бастаған едім. Келешекте әлемде талай мұндай адамдар шығады. Жыл сайын өмірге жүздеген осындай Билл Гейтс және Microsoft сияқты компаниялар келеді. Сонымен бірге жаңа банкроттар да, жұмыстан босатушылық пен қысқартушылықтар да келеді. Сонымен өзіңіздің қаржылық біліміңізді дамытуға неге уақытыңызды бөлуіңіз керек? Бұның жауабы тек қана өзіңізге мәлім. Алайда мен өзім мұны неге істеймін, соны сіздерге айта аламын.
Мұны істейтін себебім, маған осындай қызықты кезеңде өмір сүру сәттілігі түсті. Мен болашақтағы өзгерістерді қорықпай, қуанышты сезіммен қарсы алуға даярмын. Мен еңбекақыма қашан үстеме қосушылық болады деп алаңдамай, тебіреніспен табыс табуды қолға аламын. Біз бұрын соңды болмаған кезеңде өмір сүрудеміз. Бірнеше ұрпақ ауысқаннан кейін адам баласы өткен кезеңдерге талдау жасап, осы кезеңді қандай тамаша дәуір болған деп ой өрбітеді. Бұл ескінің өліп, жаңаның туып, өте қызықты және күтпеген жағдайларға толы заман болғанын көрсетеді. Неге өзіңнің қаржылық біліміңді дамытуға уақытыңды бөлуің керек? Одан үлкен пайда табу үшін. Айта кету керек, мұндай жағдайда уақытты бос өткізіп алу қаупі бар. Біреулер еркін қорықпай алға жүзумен болады, ал қалғандары шіруге айналған құтқару дөңгелегіне жармасумен болады. Осыдан 300 жыл бұрын жер байлық көзі болатын. Сондықтан жері бар адам ең бай адам деп есептелетін. Ол уақытта алып заводтар құрылысы жүргізіліп, Америка жер жүзіндегі билікті жаулап ала бастаған еді. Басты байлық өндірісте болды. Қазіргі кезеңде басты байлық ақпарат. Ең бай адам ол қазіргі замандағы ақпаратқа ие болушы тұлға. Бұның проблемасы ақпарат жер жүзінде жарық шапшаңдығымен парапар тез таралуы. Мұндай жаңа байлық түрін жер немесе заводтар сияқты үлкен дуалдар мен қоршаулар арқылы тығып ұстауға болмайды. Өзгерістер бұдан да үлкен шапшаңдықпен таралады. Жаңа миллионерлер саны шұғыл көбейеді. Сонымен қатар сыртта қалушылар да болады. Қазіргі кезде әлі де болса ескі ұғымдардан айырылғысы келмейтін көптеген адамдарды кездестіремін. Олар баяғы ескі қалыптың болғанын көксейді. Өзгерістерге олар қарсылық білдіреді. Мен жұмысын немесе үйін жоғалтқан, сол үшін техникалық прогресті, экономиканы немесе жұмыс берушілерді айыптайтын көптеген адамдарды білемін. Өкінішке орай, мұндай проблемалар олардың өз бастарында екенін түсінбейді. Ескі идеялар олардың басты пассивтері. Бұл пассив, себебі осыған ұқсас идеялар кешегі күннің активі екенін олар аңғармайды, ал бүгін кешегі күн емес. Бір кезде мен адамдарды инвестиция салуға үйрету мақсатында ақша ағымы атты ойынды ұйымдастырдым. Бір әйел бұл ойынға өз құрбысын ерте келді. Ол жұбайынан ажырасқан. Ажырасу рәсімдерін өткізу барысында көп жағдайлардан айырылып қалған. Енді соған бір жауаптарды іздеп жүрген адам екен. Құрбысы осы ойын оған көмектеседі деп шешкен екен. Ал ойынның құрылысы адамдарға ақшаның қалай жұмыс істеушілігін түсіндіруге арналған еді. Ойын барысында ойыншылар баланс есебінің табыс және шығыс есебімен қандай байланыста болатындығын көреді. Сіз осы екі есеп арқылы ақша ағымын көріп, активтер колонкасындағы айлық табысыңызды көбейте отырып, және оларды айлық шығындарды жабатын дәрежеге жеткізіп, қалай баюға болатындығын көресіз. Мұны орындағаныңызда сіз егеуқұйрық жүгірісі жолынан шығып, шапшаңдық жолына түсесіз. Мен айтқанымдай, бұл ойын бір адамға ұнайды, екіншілеріне ұнамайды, ал үшіншілері оның мағынасын түсінбейді. Ойынның бірінші айналымда оның еншісіне заттай карточкада көрсетілген яхта тиді. Алдымен ол, менде яхта бар деп қуанды. Содан кейін оған құрбысы табыстар мен шығыстардың және баланс есебінің сандары не көрсететіндігін түсіндіруге тырысқанда, ол ренжіді. Себебі математиканы еш уақытта сүймеген екен. Барлық ойыншылар ол әйелге құрбысы қаржы есептерінің бір-бірімен және айлық табыспен қандай байланыста болатындығын түсіндіріп болғанша күтіп отырды. Соңында яхта қанша ақша мөлшерін жеп қойғанын ол түсінді. Ойын жалғаса берді. Ойын барысында көп ұзамай оның тыс орны қысқартылды. Содан кейін баласы дүниеге келді. Сөйтіп ойынның бұл бөлігінде ол әйелдің жолы болмады. Ойын соңында оның құрбысы маған келіп айтқаны, ол өте ренжулі деді. Оның ашуланғаны, ойын идеясы оның өмірмен қандай да бір байланыстылықта болу мүмкіндігі күлкілі жағдай деп есептеді. Ақшасын қайта алып, шапшаң шығып кетті. 1984 жылдан бастап мен мектепте оқытпайтындарды жұртқа үйретіп миллиондаған табыс табамын. Мектепте негізінен лекция оқумен болады. Мен оны ешқашанда жақсы көрмейтінмін. Ішім пысып, көңілім әр нәрселерге ауып отыратын. 1984 жылы мен ойын түрімен және оны сахналау арқылы адамдарды оқытуды бастадым. Ересек оқушыларға ойын барысын өз өмірлерімен салыстыруларына кеңес беретінмін. Бұл өте маңызды, себебі ойын сіздің іс-қимылыңызды көрсетеді.
Бұл лезде кері байланысты көрсететін жүйе. Лекция тыңдаудың орнына сіз өміріңізге бейімделген жеке сабақ аласыз. Бірде баяғы кетіп қалған әйелдің құрбысы маған телефон соғып, оның құрбысы сабасына түсіп, ойынның тәртібі шындығында оның өмірінің кейбір жағдайларымен ұқсастығының бар екенін түсінгені туралы айтты. Бұл әйелдің жұбайы мен екеуінің яхталары болмаса да, басқаның барлығы бар еді. Оның ызасын кетіргені күйеуі басқа елге кетіп қалғандығында емес, 20 жыл бірге отасқанда активтердің өте аз мөлшерде жиналғандығы еді. Енді ажырасқанда нақтылы бөлісіп алатын ештеңе болмапты. 20 жыл көңілді тұрмыс құрса да, одан 1 тоннадай ұсақ-түйек қажетсіз заттар ғана қалған. Ойын барысындағы қаржылық есептің цифрларының ызасын келтіруінің себебі оларды ол білмейтіндігін түсінді. Оның ойынша, қаржы мәселелері ол ер адамның ісі. Өзі үй шаруашылығымен, қонақтарды күтумен айналысқан. Қаржыны күйеуі жүргізген. Енді оның түсінгені, соңғы 5 жыл бойынша күйеуі одан ақшаны жасырып отырған. Оның өзіне ызалануының себебі ақшаның қайда кетіп жатқандығын білмеушілігімен қатар, және басқа елдің бар екендігін сезбегендігі еді. Үстел үстіндегі ойын тәрізді өмір бізге лезде кері әсерін береді. Егерде осы байланысты тез игерсек, біз көп дүниеге үйренуіміз мүмкін. Жуырда мен әйеліме химиялық тазартуға берген шалбарымның бүлініп, отырып қалғанын айттым. Жұбайым күліп, менің қарнымды түртіп, шалбар отырған жоқ, сенің қарның өскен деді. Ақша ағымы ойынның құрылуы әрбір ойыншыға осы кері байланысты көрсету еді. Бұл сізге таңдап, қалап алушылықты береді. Егерде сіз ойын барысында яхта карточкасын суырып алғаныңызда, мынандай сұрақтар туады. Ал енді не істеуге болады? Сізде қандай таңдау бар? Мәселе осында. Ойынның мақсаты ойыншыларды ойлауға үйрету, әртүрлі қаржылық мүмкіндіктерді пайдалану. Мен бұл ойынға мыңдаған адамдардың қатынасқанын бақыладым. Егеуқұйрық жүгірісінен шапшаң шығатындар, бұлар цифрларды түсінетіндер және қаржылық ой-өрістері кең тұлғалар. Олар әртүрлі қаржылық шешімдерді тез аңғарады. Ал цифрлармен достығы жоқ және оны түсінбейтін адамдарға ойынға бөлінген уақыт жетпей, сөйтіп егеуқұйрық жүрісінен шыға алмай қалады. Бай адамдар жайшылықта творчестволық оймен қимыл жасап және саналы түрде тәуекелге бел буады. Кейбір адамдар ойыннан көп ақша табады, бірақ оны қалай пайдалануды білмейді. Мұндай кісілер өмірдің нақтылы жағдайларында да өздерінің қаржылық істерін нәтижелі жүргізе алмайтындықтарын көрсетеді. Басқалары ақшалары аз болса да, оларды басып озады. Егерде сіз өзіңіздің қалауыңызды шектесеңіз, онда сіз ескі идеялардан арылмағандығыңыздың белгісі. Менің мектепте бірге оқыған бір досым бар. Қазір ол 3 түрлі жұмыста істейді. Осыдан 20 жыл бұрын ол менің класстас әріптестерімнің ішіндегі ең байы болатын. Жергілікті қант плантациясы жабылған кезде, оның істеп жүрген компаниясы да қоса жабылады. Бұл адамның басында тек қана ескі ұғым үлгісі, яғни қашанда үлкен тырысушылықпен жұмыс істеу ғана қалып еді. Оның ендігі проблемасы сол, ол өзіне компанияда істеген дәрежесіндегідей соған сәйкесті жұмыс таба алмағандығы. Сондықтан қазіргі істеп жүрген жұмысына оның кәсіби біліктілігі өте жоғары, ал жалақысы өте төмен. Сөйтіп күн көру үшін оған 3 жұмыста істеуге тура келген. Мен ойын кезінде өзіне қажетті карточкалар түспейді деп ренжіген адамдарды да көрдім. Олар қолдарын қусырып қарап отыратын. Қолдарына қашан қажет карточкалар түседі деп күтумен болатын. Сонымен қатар қажетті карточкаларды қолдарына қалай түсіруді білетін, бірақ ақшалары жоқтарды да көрдім. Олар егеуқұйрық жүгірісінен қалай тез шығатынын біледі, бірақ ақшам жоқ деп шағынып, қолын қусырып қарап отыратын. Айту керек, мұндай мысалдар өмірде де жеткілікті. Жұрт тамаша мүмкіншіліктерді біледі, алайда оны жүзеге асыру үшін ақшалар жоқ. Ал кейбіреулер жоғары бағалы карточкаларды суырып алып, оны тауыса оқып, бірақ оның тамаша мүмкіндіктері бар екенін аңғармайды. Оларда барлығы бар: ақша, оңтайлы жағдай, карточка, бірақ мүмкіншілікті соқыр адамдай көрмейді. Мұндай адамдар осындай мүмкіншіліктерді егеуқұйрық жүгірісі шеңберінен шығуға арналған қаржылық жоспарға қалай айналдыруға болатындығы туралы ештеңе білмейді. Мұндайлар өте көп. Көпшілігі мұрнының астындағы тамаша мүмкіншіліктерді сезбейді. Бір жылдан кейін ғана олар мұны түсінеді. Бірақ бұл кезеңде басқалар бай болып та үлгереді. Қаржылық тапқырлық ол әртүрлі шығу жолдарын көрушілік қабілеті. Егерде сізге мүмкіншіліктер көрінбесе, онда қайткенде өзіңіздің қаржылық жағдайыңызды қалай жақсарта аласыз? Сізде мүмкіндік пайда болғанда, бірақ ақшаңыз жоқ.
банк сізге ақша бергісі келмейді. Сонда бұл мүмкіншілікті қалай пайдалануға болады? Егерде іс сіздің күткеніңіздей болмай шыққанда, осы сәтсіздікті миллион көлемінде табыс әкелетіндей қылып, сәттілікке қалай ауыстыруға болады? Міне, қаржылық тапқырлық деген осы. Әңгіме істің не болғанында емес, ол сіздің осындай ахуалдан шығу үшін қанша және қандай қаржылық шешімдер қабылдауыңызда. Бұл сіздің қаржы мәселелерін шешудегі тапқырлық ойыңыз. Жұрттың көпшілігіне бірақ шешім мәлім. Тегеурінді жұмыс, ақша жинау және басқалардан қарыз алу. Адамға қаржылық тапқырлық не үшін қажет деген сұрақ туады. Өзіңіздің құт-берекеңіздің ұстасы болу үшін қажет. Туған мүмкіншіліктерді өз пайдаңызға бағыттап жетістікке қол жеткізесіз. Табыс уақытша дүние екені жұрттың көпшілігіне белгісіз. Ол ақша тәрізді. Егерде сіз ақша үшін жұмыс істемей, табысты болғыңыз келсе, онда сізге қаржылық тапқырлық қажет. Егерде сіз қажетті жағдай қолыңызға қашан түскенше күтуде жүрсеңіз, оны өмір бақи күтуде боласыз. Біздің бала кезімізде Байеке Майкекемізге ақша ол нақтылы дүние емес деп жиі айтатын. Ол кей уақытта біздің алғашқы рет жезден ақша жасауымызда қаншалықты ақша құпиясына жақын келгенімізді еске салатын. Кедейлер мен орта класс өкілдері ақша үшін жұмыс істейді дейтін ол. Ал байлар ақшаны өздері жасайды. Сендерге ақша неғұрлым нақты зат болып көрінсе, соғұрлым ол үшін тырысып жұмыс істейсіңдер. Егерде сендер ақшаның нақтылы зат емес екенін білсеңдер, онда тез байып аласыңдар деп ескертетін еді. Ал сонда ақша деген не? Егерде ол нақтылы зат болмаса, деп біз таңданатынбыз. Біздегі бар ең құдіретті және құнды актив ол ақыл-ой. Егерде ол жақсы жаттықтырылған болса, 1 секундтың ішінде нақтылы жағдайда сіз өзіңізге ғаламат байлық жасап аласыз. Тіпті корольдер мен королевалардың осыдан 300 жыл бұрын түстеріне де енбеген байлық дер едім. Ұрпақтан ұрпаққа сөз арқылы ғана айтылып келген, жаттықтырылмаған ой жалаңаш кедейлікті ғана тудырады. Ақпарат дәуірінде ақша мөлшері экспонент бойынша өседі. Кейбіреулер ештеңесіз жай ғана идеялар мен шарттар арқылы байиды. Егерде сіз биржада сауда жасап өмір сүретін адамдардан сұрасаңыз, олар үнемі осылай істейтіндіктерін айтқан болар еді. Көп жағдайда еш нәрсесіз-ақ 1 секундтың ішінде миллион табыс табуға болады. Менің ештеңесіз дегенімде ол ақшаның қолдан қолға өтпеушілігін айтамын. Қаржылық тапқырлықты неге дамыту керек? Ол сізге ғана белгілі. Мен мұнымен неге айналысатынымды сізге айта аламын. Мұны істейтінім, мен тез ақша тапқым келеді және оны ылғи да жүзеге асырамын. Бұл ғажайып білім. Мен өзімнің қаржылық тапқырлығымды дамытуымның себебі ол әлемдегі ғажайып әрі ғаламат ойынға қатынасып, жеңіп шығу мақсаты. Адам эволюциясының даму барысында осындай бұрын-соңды болмаған қазіргі кезеңде адамдардың бұлшық етпен емес, ақыл-оймен жұмыс істейтін уақытында өзімнің бір кішкентай ғана үлесімді қосқым келеді. Нақ осы кезде тарих жасалынады. Бұл біршама қорқынышты да және өте қызықты да. Міне сондықтан мен ақшамды өзімнің қаржылық тапқырлығыма салып, өзімнің қуатты активімді үнемі дамытып отырамын. Мен қашан да алға ұмтылушы жұрттың арасында болғым келеді. Өйткені олардың соңдарында жүргім келмейді. Ақшаны қалай жасауға болатындығы жөнінде мына бір қарапайым мысалды қаралық. 1990 жылдардың басында мен тұрған Фениксте экономиканың жағдайы өте нашар дәрежеде болатын. Мен теледидардан «Қайырлы таң Америка» атты хабарды қарағанымда бір қаржылық жоспарлау маманы өзінің алғы сөзін алдағы күтіп тұрған қайыршылық жағдайды болжамдап суреттеуден бастап еді. Ол ақша жинаңдар деп кеңес берді. Әр ай сайын $100 салыңдар. Содан 40 жылдан кейін мультимиллионер боласыңдар деді ол. Әрине, ай сайын ақшаның бір бөлігін салып отыру жаман іс емес. Мұны көпшіліктің барлығы да біледі. Бірақ мұның проблемасы адам маңайында не болып жатқандығын байқаудан қалады. Ол ақшаны көбейтудің ірі мүмкіндіктерін өткізіп алады. Өмір оны айналып өтеді. Мен жоғарыда айтып өткенімдей, ол уақытта экономика ауыр болатын. Инвесторлар үшін нарықтың мұндай жағдайы өте тиімді. Менің ақшамның бір бөлігі биржада, басқасы көп пәтерлі үйлерге салынған еді. Қолма-қол ақша қолда өте аз болатын. Маңайымдағылардың барлығы сатылып жатқанда, мен керісінше сатып ала бастадым. Мен ақшамды үнемдеген жоқпын, оларды салумен болдым. Біз әйелім екеуміз осындай шапшаң өсуші нарыққа $1 миллионнан астам қолма-қол салдық. Бұл инвестиция сату үшін ең ұтымды жағдай еді. Мен осындай ұсақ мәмілелерден бас тарта алмадым. Бұрын $100,000
тұратын үйлер енді 75 мың долларға сатыла бастады. Бірақ оларды жылжымайтын мүлік саудасы жөніндегі жергілікті агенттігінен сатып алмай, соттың жанына орналасқан банкроттық істерді қарайтын заңгердің кеңсесінде жұмыс істеуге кірістім. Оның пайдасы бұл жерде 75 мың доллар тұратын үйді кей уақытта 20 мың долларға, тіпті одан да кем бағаға сатып алуға болатын еді. Бір досымнан 3 айға үстіне 200 доллар қосып беретін уәдемді беріп, қарызға 2000 доллар ақша алдым. Оны қолма-қол төленген шекке айналдырып, заңгердің қолына тапсырдым. Мәміле жасалынып болғанша, сондай қымбат үйді небәрі 60 мың долларға қолма-қол ақшасыз сатылатындығы туралы газетке хабарлама бердім. Телефонда маза болмады. Нақтылы мүмкіншіліктері бар сатып алушылар да табылды. Сөйтіп, үй қалай заңды түрде менің меншігіме айналғанда барып, сатып алушыларға үйді көрсетуге шақырдым. Нағыз у-шу енді көтерілді. Сонымен 2 минуттың ішінде үй сатылып болды. Мен мәміле жасау үшін сатып алушыдан 2,5 мың доллар сұрадым. Маған сол жерде оны қолма-қол төледі. Мұның 2200-ін досыма қайтардым. Досым да, сатып алушы да, заңгер де және өзім де бәріміз қуанышты жағдайда қалдық. Сөйтіп мен 20 мың тұратын үйді 60 мың долларға саттым. Бұл 40 мың доллар ақша менің активтер колонкама түсті. Осындай ақша табу үшін небәрі 5 сағат қана уақыт кетті. Нарықтың құлдырау кезеңінде біз әйеліміз екеуміз бос уақытымызда осындай 6 мәміле жасауға мүмкіншілігіміз болды. Сол кезеңде біздің ақшамыздың негізгі бөлігі ірі жылжымайтын мүліктерге және құнды қағаздарға салынғандықтан, осы 6 қарапайым қайта сатулықтан актив бойынша 190 мың доллардан астам табыс таптық. Бұл жылына 19 мың доллар табыс еді. Мұның негізгі дені автокөлікке, бензинге, іс-сапарларға, қамсыздандыруларға, қонақ-асыға және табасқаға жұмсалатын. Бұларға мемлекет салық салғанша, бұл ақшалар заңды тәртіппен жұмсалып кеткен еді. Өзіңізден 190 мың доллар ақшаны жинау үшін қанша уақыт керек, соны сұраңыз. Банк сізге 10% төлей ме? Шарттың орындалу мерзімі 30 жыл. Банк маған мұндай ақшаны еш уақытта бермейтінін білемін. Бастапқы алғашқы соманы төлегенде салық төлеуге тура келеді. Ал жылына 19 мың, 30 жыл ішінде 500 мың доллар табысты құрайды. Менен жұрттың көпшілігі, егерде үйді сатып алушы ақшасын төлемеген жағдайда не болады деп сұрайды. Мұндай жағдай шындығында болады. Феникс 1994-97 жылдар аралығында жылжымайтын мүлік нарығының мемлекетте ең кең таралған жер еді. Мұндай жағдайда 60 мың долларлық үйді иесінен тартып алды. 70 мың долларға қайыра сатып және жасаған қызметтері үшін оның үстіне 2,5 мың долларды сыпырып алған болар еді. Жаңа сатып алушыға мәміле сол қолма-қол ақшасыз жасалынған болар еді. Бұл процесс солай жалғаса береді. Сөйтіп, бірінші кезеңде мен үйді сатқанда қарызға алған 2000 долларды қайырдым. Нақтылығында мәміледе менің ақшам жоқ. Капиталды инвестициялаудан менің табысым шексіздікке тең еді. Міне осылай ақшасыз көп ақша жасауға болады. Бүгін осы кітапты жазып отырғанымда нарық жағдайы осыдан 5 жыл бұрынғы жағдайдан қарама-қайшылықта еді. Феникстегі жылжымайтын мүлік нарығы бүкіл Американың қызығушылығын туғызды. Қазіргі кезеңде біз сатқан 60 мың долларлық үй енді 110 мың доллар тұрады. Нарық өзгерді. Енді активтер колонкасын өсіру үшін басқа мүмкіншіліктерді іздестіріп, алға ұмтылу керек. Маған осыны қалай істеу керектігін көрсете аласыз ба деген сұрақтан гөрі, бізге бұлай істеуге болмайды, бұл заңсыздық, сіз алдайсыз деген сөздерді жиі естимін. Мұндағы есептер тіптен қарапайым ғана. Сізге алгебра немесе дифференциалдық есеп қажет емес. Мен мұны бұлай деп айтуымның себебі, мәміленің заңдылық жағымен және төлемдерді ұйымдастырумен делдал компаниясы айналысады. Маған үйдің шатырын жөндеп, әжетхана тазартудың қажеті жоқ. Бұлармен егерлер айналысады. Бұл олардың үйлері. Кей уақытта төлемеушілер де болады. Мұндай жағдай өте пайдалы, себебі үй ұстаушылар үйді босатуға мәжбүр болады. Сөйтіп меншік қайта сатылады. Мұнымен соттар айналысады. Сіздің еліңізде мұндай жағдайлар болмауы мүмкін. Нарық шарттары мүлдем басқаша болуы ғажап емес. Бірақ осындай жай қарапайым қаржылық тапқырлық арқылы азғантай ғана шығынмен және кішкене қауіппен жүздеген мың доллар табыс табуға болатындығын көрсетеді. Бұл ақшаның тек қана келісушілік, шарттылық екенін көрсететін мысал. Мұндай мәмілені мектеп бітірген әрбір адам жасай алады.
Өкінішке орай, жұрттың көпшілігі мұны жасамайды. Көпшілік қашанда ынталы еңбек ет және ақша жина деген стандартты ережеге бой ұрады. Жобамен 30 сағат көлемінде менің активтер колонкама $190,000 жуық ақша түсті. Сонымен қатар, олардан салық та алынған жоқ. Енді сізге не күрделі болып көрінеді? Ынталы еңбек ету, жалақының жартысын салық түрінде төлеу, қалғанын жинау. Онда сіздің жинағыңыз 5% табыс береді. Одан тағы да салық алынады. Немесе қаржылық тапқырлықты дамыту, ақыл-ойды және активтер колонкасын пайдалану. Егер сіз бірінші жолды қаласаңыз, онда $190,000 жинау үшін сізге қанша уақыт керек? Ал уақыт активтердің ең бастыларының бірі. Көптеген ата-аналар менің балам жақсы оқиды және жақсы білім алуда дегенді естігенімде, мен үнсіз басымды шайқайтынымды енді мүмкін сіз түсінерсіз. Бұл әрине жақсы, бірақ ол жеткілікті ме? Жоғарыда мен айтып өткен инвестиция стратегиясы соншалықты тұрақты емес. Бұл аздың көпке қалай айналатындығын көрсетудің мысалы ғана. Дегенмен менің пайдалы мәміле жасауымның ақиқаты, ол қаржылық білімнің кімге болса да қажеттілігін көрсететін шарт. Мен тағы да қайталап айтам, қаржылық тапқырлық мынандай 4 түсініктерден тұрады. Бірінші, қаржылық сауаттылық, яғни цифрларды түсіну қабілеттілігі. Екінші, инвестиция салу стратегиясын білу, яғни ақшаны қалай жасайтындығы туралы ілім. Үшінші, нарықты білу, сұраныс және ұсыну ілімі. Александр Грэйм Белл нарықтың іздегенін берді. Билл Гейтс те соны істеді. $20,000 тұратын үйді $60,000 сату, ол да нарықтың мүмкіншілігін пайдаланудың нәтижесі. Біреу сатады, екіншісі сатып алады. Төртінші, заңдарды білу. Бухгалтерлік есеп, корпорация жұмыстарымен және тағы басқаларға байланысты әртүрлі ережелер мен заңдар. Сізге осы заңдарды білуге және бұзбауға кеңес беремін. Бай болу үшін не сатып алғыңыз келсе де, мысалы кішкентай үй, үлкен пәтерлер, компания, акциялар, облигациялар, кез келгенін сатып алатын кезде, осы қағидалар әр істің арқауы, негізі болып табылады. 1996 жылы жылжымайтын мүлік нарығы күрт өзгерді. Бәрі де Феникске ұмтылды. Биржада дағбырт басталды. Американың экономикасы тағы да аяғынан тік тұрды. 1996 жылы сатып алғандарымды қайта сатып, Перуге, Норвегияға, Малайзияға және Филиппинге саяхатқа шықтым. Инвестициялар өзгерді. Біз жылжымайтын мүліктерді сатып алуды тоқтаттық. Мен қазір олардың бағаларын активтер колонкасы ішінде қалай өсетіндігін бақылаудамын. Оларды жылдың аяғына қарай сатуым мүмкін. Бұл конгрестің қандай заң қабылдауына көп байланысты. Менің күтіп отырғаным, осы 6 үйдің біреулері жақсы бағаға өтуі мүмкін. Сонда 40,000 чек қолма-қол ақшаға айналдырылады. Мен бухгалтеріме $40,000 қолма-қол ақшаның түсетіндігіне даяр болуына телефонмен хабарлап, және оны қорғау жолдарын табуын айттым. Сөйтіп менің барлығына айтарым, инвестициялар пайда болады және жоғалады. Нарықтағы ахуал жақсарады және нашарлайды. Экономика құлдырайды және қайта көтеріледі. Әлем және технология қаншалықты өзгерген сайын, сізде отбасыңызда ұрпақтан ұрпаққа дейін қаржылық тәуелсіздікті қамтамасыз ету үшін мүмкіндіктер соншалықты мол болады. Сонда қаржылық тапқырлықты дамыту неге қажет? Тағы да мұның жауабы тек қана өзіңізге аян. Мен үнемі неменеге оқитынымды және біліктілігімді қалай арттыруымды білемін. Менің бұлай істеуім алдымызда үлкен өзгерістердің болатындығын білемін. Ескіге тырмысып жармасқанша жаңаны құбаламын. Мен нарықта құлдырау мен көтерілудің болатындықтарын білемін. Өзімнің қаржылық тапқырлығымды үнемі жетілдіруге тырысамын. Себебі нарық әрбір өзгерген сайын кейбіреулер жалбарынышпен тізесімен тұрып, жұмыс сұраушылықпен болады. Ал енді біреулері өмірдегі осындай қиыншылықтарды пайдалана отырып, соларды пайдаға асырады. Міне, қаржылық тапқырлық деген осы. Егер де сіз кәсіби инвестор болғыңыз келсе, өзіңізді мына төменде көрсетілген 3 қағиданы білуге жаттықтыруыңыз қажет. Бұлар қаржылық тапқырлықты толықтыра түседі. Біріншісі,
Біреулердің байқамағанын табу және көру қабілеттілігі. Біреудің көзімен көрмегенін сіз ақылмен көресіз. Мысалы, біздің бір досымыз қарауға да сондай қорқынышты үй сатып алды. Мұндай үйді неге сатып алды екен деп бәрі таңданумен болды. Алайда біз көрмегенді ол көрген екен. Бұл үйдің жанында 4 бос учаске бар еді. Оны ол делдал компаниядан білген еді. Үйді сатып алып, оны құлатып, орнын тазартып, сөйтіп 5 учаскені бір құрылыс компаниясына өзінің шығындарынан 3 есе артық бағаға сатады. 2 айғы жұмыс оған $70,000 пайда түсіреді. Бұл көп емес, бірақ ең төменгі жалақыдан әлде қайда көп және соншалықты қиын да емес еді. Екіншісі, ақшаны қалай іздеуді білу. Қарызға ақша алу үшін жұртшылықтың көпшілігі қашанда банкіге барады. Банкіден басқа екінші түрдегі инвесторға ақшаны іздеп табуға үйренушіліктің толып жатқан мүмкіншіліктері баршылық. Ең басында мен банктің көмегінсіз үйлерді сатып алуға үйрендім. Әңгіме үйлерді сатып алуда емес, бағасы жоқ тәжірибе жинақтауда еді. Банк маған ақша бермейді, немесе бұған менде ақша жоқ деген сияқтыларды жұрттың көпшілігі жиі айтады. Егер де сіз кәсіби инвестор болғыңыз келсе, онда сізге кедергілерді жеңуге үйренуіңіз қажет. Олар адамдарды тойтарып тастайды. Мұндай кісілер мәміле жасауға бармайды, өйткені ақшалары жоқ. Егер де сіз мұндай кедергілерді жеңіп шеше алсаңыз, онда сіздің мүмкіншілігіңіз шапшаң қимылдауға көмегін тигізеді. Мен солай банктен бір тиын алмай, талай рет үйлер мен акцияларды сатып алдым. Бір ретте мен 1,2 миллион көп пәтерлі үй сатып алдым. Сатушы мен сатып алушының жазбаша түрде келісім шартын жасадым. Содан кейін $100,000 ақша тауып, оны төлеп және қалғандарын іздеп табу үшін 90 күндік мұрсат алдым. Неге мен бұлай істедім? Себебі мен үйдің 2 миллион тұратындығын білдім. Шындығында бұл $100,000 қарызға алғаным жоқ. Мен жай ғана осы үйді сатып алғысы келген адамды іздеп таптым. Осы мәмілені тауып бергенім үшін $50,000 төлеп, ол үй сатып алудағы менің кезегіме тұрды. Мен өз шаруама кеттім. Осының барлығына 3 күн кетті. Тағы айтарым, әңгіме сіз не сатып алатындығыңызда емес, сіздің не білетіндігіңізде. Инвестицияда бастысы сатып алушылық емес, қажетті білім. Үшіншісі, ақылды адамдардың кеңестерін пайдалана білу. Ақылды адамдар, бұлар өздерінен де ақылды адамдармен жұмыс істеушілер. Сізге кеңес қажет болғанда, даналықпен кеңесшіні тыңдай біліңіз. Көп дүниеге үйрену қажет, бірақ мүмкін сізді болмаған сый күтіп тұрған шығар. Егер де сіз бұларды үйренгіңіз келмесе, онда сіз кәсіби инвестор бола алмайсыз. Сіздің нені білетіндігіңіз үлкен байлық, ал сіздің нені білмейтіндігіңіз ол үлкен қатер. Қатер қашанда бар, одан қашпау керек, керісінше оны билеуге үйрену керек. Құрметті тыңдарман, каналдың дамуы үшін каналға жазылып, және де біздің жаңа аудиокітаптарымыз бен қызықты видеоларымыз сізге көрініп тұру үшін қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сын пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдырыңыз. Назарларыңыз үшін рахмет.